Жақсы, екінші топ болды. Оқи қойыңдар. Орында Bizge matematik birinchi söylemde sintaksistik taldash jasao kerak bo'ldi. Söylem bugungi Qozoq qalasi alamning o'zbek savlatchilarining qator vatandық savlat өнері yerlerining keremet ideyalarini isga asirатын bir metinga aylandi. бүгінгі дегенде баяндашқа бастайық. Естеді. Айналды. Одан кейін бастауыш не қазақ қаласы. Бізде қашан сұрағына жауап беретін бүгінде дегенсіз ол бізде толықтауыш. Отандық сәулет өнері шеберлерінің ненің сұрағына жауап береді, ол бізде анықтауыш. Керемет идеялар саясаты айналды. Жақсы. Келесі. Айтылдай. Мәтінде аталған суретшілердің есімдерін, олардың еңбектерін жылдан қысқарадан қысқа олар Onun еңбектері Алматыдағы Силуэй сауда орталығы, Алматы мен Бішкек қалаларындағы көптеген тұрғын үйлер сәулетшісі болды. Ал екіншісі Шоқан Матайбеков, ол Астана қаласының бас архитекторы, оның танымал сәулет нысандары Тілек сарайын салған, министрліктер үйі және жабық шығармашылық сарайын салған архитектор. Үшіншісі Сұлтанбеков, Алматы қаласының бас сәулетшісі, Алматы қаласының орталық мешіті, Алматы әуежайы, Нұрсұлтан көпфункционалды кешені, Жамбыл Жабаев пен Абылайхан ескерткіштері, Қазақстан Республикасы президентінің резиденциясы атында. Екіншісі Борис Бақабаев 2000 жылғы архитектура саласында докторлық диссертация қорғап, қазақтың алғашқы сәулетші докторы атанған ғалым. Отырамын. Жақсы. Жақсы тамаша. Қайсы толды? Дизайнерден болды. Сізге берілген сөйлем сәулетшілердің ой қиялынан туған кез келген ғимарат, құрылыс, шындап бергенде өнер туындысы, сәулет өнері туындысы болып саналады. Бұл күрделі сөйлем бірнеше сөйлемнен құралған. Сәулетшілердің ой қиялынан бұл ілік секторындегі баяндауыш не істейді болып саналады. Не болып саналады сәулет өнері. Екінші сөйлем не істейді туған. Не туған ғимарат. Қандай ғимарат? Сәулетшілердің ой қиялынан туған. Бұл анықтауыш. Ғимарат құрылыс бұл бір текті бастауыш болады. Не еді? Жарайды. Келесі балалар тапсырма, жалпылама мәліметтерге. Оқулықтағы үшінші тапсырманы қарайды. Бәріміз үшінші тапсырманы балалар. Осы жерде балалар біз қазір осы берілген мәтінді орын тәртібін ауыстырып, өзіміз құрастырып жазайық. Оқуларына да болады, ауызша оқуларына да. Қалай құрастырар едім, орын тәртібімен, жаңа грамматикаға байланысты бұл өткен жаңа. Мазмұнын сақтаймыз, тек орын тәртібімен ауыстырып жазамыз. Басталды кетіп балалар, кетіп Дайсызбы?
Dört yazıya koyma olur. Ağuşta ortadan Türkiye'de okullarına bulur. Birinci söyleyeyim, ikinci söyleyeyim. Kitaptan okullarına bulur. İzleyelim. Neyse de ben? Kıskanırız. Nasıl mı koyalım? Ağuşta. Ağuşta YouTube başları bağlı olduğunu sayıyorlar. Kayıtlı olsun bir tane ayakta kalır. Yatsın. Fakirle oturuyor. Arxitektor болу олар оңай шаруа емес. Ол адам затқа қалтқысыз қызмет ететін құрметті мамандық деп екінші сөйлемді алдық. Үшінші сөйлемде оны толық меңгеруге терең білім, ерен қабілет, кемел ақыл ой керек дегенді алдық. Төртінші сөйлем бұл мамандықты мұнша биік дәрежеге көтеруіне сәулет өнерінің сенімді қызметшілері архитекторлардың тигізген ықпалы мен сіңірген еңбектері өлшеусіз. Жақсы. Тамаша. Келесі. Оқиын. Архитектор бұл оңай шаруа емес. Оны толық меңгеру үшін терең білім, ерен қабілет, кемел ақыл ой қажет. Бұл мамандықтың мұнша биік дәрежеге көтерушіне сәулет өнерінің сенімді қызметшілері архитекторлардың тигізген ықпалы мен сіңірген